Сәлем достар, менімен бірге шай мен ішкенге осындай тәтті десертті жасап көріңіздер. Өте тойымды әрі дәмді болып шығады. Ол үшін бізге қажет заттар: талқан қажет болады. Мен талқанды алдын ала қантпен араластырып қойдым. Ертілген сары май және де сгущенка керек. Яғни жасалуы өте оңай. Талқанның үстіне ертілген сары майды саламыз. Толтырып 2 ас қасық сгущенкадан қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Басында қасықпен араластырамыз, одан кейін біркелкі болу үшін қолмен араластырамыз. Міне осы дайын талқанды осындай кез келген силиконды форманың көмегімен осы формаға толтырып тығыздап салып шығамыз да 1 сағатқа холодильникке қойып қатырып алып ұсынуға болады. Міне осылай барлығына салып алдым. Енді холодильникке 1 сағатқа қойып қоямын. 1 сағат тұрғаннан кейін формасын жақсы ұстайтын болады. Менде шамамен 1 сағаттай тұрды. Кішкене қатайып, формасын жақсы ұстайтындай болды. Енді осыны ыдыстарға түсіріп аламыз. Бұндай форма болмаған жағдайда кез келген 4-бұрыш ыдысқа талқанның барлығын салып, 1 сағат холодильникке қойып қатырып алғаннан кейін 4-бұрыш етіп кесіп ұсынуға да болады. Егерде қонақ шақырғанда шайдың дастарханына жентті ұсынатын кезде осындай кекстің формасына салып ұсынса да өте әдемі, сәнді көрінетін болады. Міне осымен жентіміз дайын. Шаймен ішкенге және де балалар тәтті сұрағанда осы тәттіні міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Жасалу жолы да оңай, көп уақытты алмайды. Ең бастысы өте дәмді және тойымды ас болсын.